қараңыз, балаға мектепте педагог психолог қарасын. Енді ол баламен жұмыс істеп отырған адам бар ғой, үйде кім? Ата-ана. Кешіріңіз, біздің елімізде ол ата-анамен ешкім жұмыс істемейді. Жаңегі неге лифтте баланы пышақ ұрған баламен, баланың ата-анасымен бізде психологический қызмет көрсетіп тұрған ешкім жоқ. Ол адамдар өз дәріні беріп жатыр ма, бермей жатыр ма, ешкім қарап бақылап отырған жоқ. Сондықтан бұл жерде кішкене ана министрлік мен анаған ғана жауаптымын, мына министрлік тек мен мына мектептекке жауаптымын демей, бірлесіп бір үлкен қызмет құру керек сияқты. Өйткені балада проблема бар ма, мысалы суицидтік бір қандай да бір ауытқу туындады ма, о баламен тек қана мектептің психолог педагогы алысып жатпау керек. О баламен оның ата-анасымен де істейтін служба қызмет болу керек. Сондықтан бұл жерде толықтай комплексі жұмыс істейтін бір үлкен қызмет пайда болу керек сияқты менің ұсынысым. Осыны қарасаңыздар, өйткені ол жаңағы оқу ағарту министрлігі мектептегі психологияны қарайды да, денсаулық министрлігі одан кейінгісін қарайды, ортадағы ата-анамен жұмыс ешкімде жоқ. Мен ойлаймын, екеуіне де қарамайтын бір басқа бір қызмет керек сияқты.